Сәлем достар, біз бүгін сіздердің сұрауларыңыз бойынша Корей түбегіндегі үш хандықтың құрылуы, әрі олардың тұтас елге айналу тарихы жайлы баяндайтын боламыз. Видео басталмай тұрып, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ендеше біз бастаймыз. Самгук сөзі корей тілінен аударғанда үш мемлекет деген мағына береді. Біздің заманымыздан бұрын 1 ғасыр мен 7 ғасыр аралығында өмір сүрген Когурьо, Пекче және Силла мемлекеттері Кореяның феодалдық мемлекеттері болып табылады. Олар Корей түбегі мен Манчжурияны алып жатқан. Бұл мемлекеттер Қытайға қарсы соғыс нәтижесінде қалыптасқан. Корей халқының жылнамаларына сәйкес, үш хандық кезеңі біздің заманымыздан бұрын 57 жылы Силла елінің Қытай еліндегі хан династиясынан автономиялық құқыққа ие болған кезден басталады. Ялюцзян өзенінің солтүстік және оңтүстік бөлігін алып жатқан Когурьо елі тәуелсіздігін біздің заманымыздан бұрын 37 жылы алды. Дәлірек айтқанда, Пуйо елінен бөлініп негізгі қаланды. Когурьо ханның екі ұлы мемлекетті бөліп басқаруға келіспей, таққа талас туындап, ақыры біреуі елден кетіп, біздің заманымыздан бұрын 18 жылы Пекче елінің негізін қаланады. Осылайша Корей түбегіндегі үш хандық қалыптасты. Кейіннен 1 ғасырда Пекче елінен Кая елі бөлініп жеке ел ретінде қалыптасады. 3 ғасырда Қытайда хан династиясының құлауы Корей мемлекеттеріне сырттан қауіп төнбеуге мүмкіндік берді. Үш елде мәдениет бірдей болды. 1 ғасырдан бастап халықтың жоғарғы сатыларында Конфуций ілімі кең тарай бастады. Кейіннен оны толықтай буддизм ығыстырып шығарды. Мемлекеттер ішінде территориясы жағынан ең үлкені Когурьо елі болды. Ол өз тарихында астанасын 2 рет өзгерткен. Олар алғашқы астанасы Ялюцзян өзенінің бойындағы Хвандо тарихи атауы бойынша Хинто қаласы болса, кейіннен оны Феньянға өзгертті. Алғашқыда Қытаймен шекаралас жатқан Когурьо өз территориясын Манчжурия арқылы кеңейтті. Когурьоның мәдени ықпалы 372 жылы буддизмді қабылдағанға дейін жалғасты. Осы жылы буддизмді Пекче елі де қабылдап, оңтүстік өңірге осы мемлекеттің ықпалы күшейді. 4 ғасырдың басында Саро елі Пекчеден 3 ғасыр бұрын бөлініп шыққан Кая елін толықтай бағындырып, 503 жылы өз атауын Силла деп өзгертті. Силла елінің астанасы қазіргі Шинжу қаласы. Буддизм бұл елде мемлекеттік дін ретінде 528 жылы қабылданып, бар жоғы 2 ғасыр ішінде Корей түбегі буддизмнің мекеніне айналады. Үш мемлекеттің жер көлемінің ұлғаюына байланысты, үш хандықтың барлығы Корей түбегінде өз билігін жүргізуге тырысты. Бұл жағдайда Қытай елі өз пайдасын асырмақшы болып, 621 жылы Қытай императоры Янди Когурьоға қарсы өзінің үлкен армиясын жібергенімен еш нәтиже болмай жеңіліс табады. Қытай мемлекеті 644 жылдан бастап Когурьо еліне үздіксіз нәтижесі соққылар беріп отырды. Тек 660 жылы Силла елімен одақ құра отырып, Когурьо және Пекче еліне басып кіре алды. Қытай билеушісі Когурьо және Пекче елін өз уысында ұстап тұруға тырысқанымен, қарапайым тұрғындар тарапынан қатты қарсылыққа тап болды. Осы бір сәтті өз пайдасына шешуді көздеген Силла елі тұрғындарға көмек көрсетеді. Халықтың қарсылығына төтеп бере алмаған Қытай әскері 676 жылы Когурьо және Пекче жерінен қуылып шығады. Осылайша Силла еліне бауырлас үш мемлекеттің басын қосуға мүмкіндік туды. Және 676 жылдан бастап біріккен Силла елінің тарихы басталды. Бұл жерде ескере кететін бір жайт, Когурьо елінің ұлы билеушісі Хвангето хан 412 жылға дейін, ал Силла патшайымы Докуман 647 жылы қайтыс болған. Екі ұлы тұлғада бұл уақытта өмір сүрмеген. Сол себепті Докуман Когурьоны жаулап алды деп жаңылыспауларыңызды сұраймыз. Егерде видео ұнаса лайк басып, арнамызға тіркеліп, видеоны достарыңызбен бөлісуді сұраймыз. Сіз үшін оттаймыз.